Айдармысың? Ассалаумағалейкум, молдаке. Уалейкум ассалам. Қайдан жүрсің? Тракторың қайда? Трактор болатын үйде қалдырып кеттім, молдаке. Жаңа жоңғысқасын ұрып беріп, соны үйге қарай. Анау арқаңда жасырғаның не? Ештеңе. Қане көрсетші, не ол андағың? Бұл ма? Молдаке, жаңа енді тапқан напақама дүкенге барып бір шише алып, енді көшеде ұшпаймыз. Жұмыс біткен соң үйде аздап нетеміз енді, Ей, сол тапқан напақаңды анау бала шағаңа апарсаң болмай ма? Қане әкелші бір. Мұнан қойыңыз молдаке, сізге болмайды ол. Сізге ұстауға болмайды, харам бұл. Солай ма? Сонда маған ұстауға болмайды, саған ұстауға бола ма сонда? Сіз деген молдаке мұсылмансыз ғой. Дін жолындағы адамсыз. Ұят болады. Сен ше, мұсылман емессің бе? Мұсылманмын. Қане әкел бір. Қойыңыз, сізге берсем қазір сындырып тастайсыз, немесе төгіп тастайсыз. Сындырмай онда төкпеймін де. Әкел. Не істейсіз ал? Жаңа өзің айтпақшы мешіттің алдында себем шаң баста қылам. Мынаны ма? Иә? Қойыңыз, молдаке. Болмайды ғой, бұл Алланың үйі. Ұят болады ғой. Сол мынау харам нәрсемен ластамақсыз ба? Харам екенін біле дегенсің, Мен ластасам, мен мынау адамдардың қолымен жасалған мешітті ластайын деп тұрмын. Адамдардың қолымен төселген тасты ластайын деп тұрмын. Ал сен ше? Алла тағаланың жаратқан, саған аманат етіп берген денесін ластайын деп тұрсың. Ойлан, бауырым.